Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Құрметті бауырлар. Біздің қазақ қалай керемет айтып кеткен деймін да бәрін. Жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да, тартпай қоймас тегіне дейді. Қазір біздің қоғамда жүрген мынау анасы адам, аталары бөріден болғандар бар ғой. Ислам дінін ұстанбайтын қоғамдағы адамдар. Солар жайлы айтқым келіп отыр. Біреуі видео шығарып айтып жатыр. Арақ деген ол адал ас дейді. Оны біздің қазаққа байланыстырып тастайды ғой. Не дейді? Ар деген бұл арлы, ақ деген қазақ, арақ деген бұл арлы қазақ деген сөз дейді ғой. Құдайдың құдіреті. Екіншісі бір әйел шығып жақында сол жолды ұстанатындар. Тәңкебайлар ғой. ЛГБТ дейді. Ол жаман нәрсе емес дейді да. Біз зайырлы мемлекетте өмір сүріп жатырмыз, және әр адамның өз қалау еркі бар. Егер біреу ұстанам деп жатса, нең бар ода дейді да. Ұстана берсін. Ол да адамның қалауындағы нәрсе ғой дейді да. Бағанаға айтқан сөз осы ғой. Жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да, тартпай қоймас тегіне деген бар ғой. Бұлар қанша адам болса да бар ғой. Тегінде жаңа ғанау бөрінің, аңның қаны бар еді ғой бұларда ше. Бәрібір сол қанына тартады екен ғой деймін да. Әйтпесем бұлай адамдық санаға салсаң да, исламдық айтпай қоя тұрайық, адамдық санаға салсаң да, арақ деген нәрсе қай уақытта бұл адамға пайдалы бір жақсы зат болған еді. Немесе ЛГБТ, еркек пен еркектің, әйел мен әйелдің қосылуы. Бұл қай уақытта адамның ақылына сиятын, хайуанда жасамайтын нәрсе еді ғой. Осы нәрселерді қолдап отқан адамдарға енді Құдайдан қорқ дейін десең, олардың қорқатын құдайлары да жоқ ше. Ең болмаса адамдық бір ар намыс, ақыл деген нәрселерді неге жүгіртпейді екен, неге ақылды істетпейді екен деймін да. Осы жарықтықтар ше. Алланың құдіреті. Мынау бүгін тікелей эфирге шығуымызға себеп болған мына исламофобтар бар ғой, тәңкебайлар, исламның дұшпандары. Солар қазір біздің анау баланы қырқынан шығару жайлы айтқан бір уағызымызды қырқып, бұлардың әдеттері ғой, енді анау қырқып шығарып таратып ел арасында дау шығаратын әдеттері ғой. Солай қырқып, соны қазір Жарқын Мырзатаев қазақтың салт дәстүріне қарсы, қазақтың дұшпаны деп енді соны талқылап жатыр екен. Сол кісілерге жауап беру үшін тікелей эфирге шығып отырмыз. Сол құдайсыздарға айтар едім. Осы елдің арасында бұл кісілердің негізгі мақсаты қазақты әртүрлі осындай ушықтырып, ислам дінінен алыстату, ислам мен қазақтың арасын бөлу ғой. Бірақ сол кісілерге айтар едім. Сіздердің өкініштеріңізге орай, әй тәңкебайлар, қазақты еш уақытта сіздер исламнан ажырата алмайсыздар. Кімге қандай жала жауып, қандай видеоны қалай қырқып, қалай салсаңыздар да, сіздер қазақты исламнан бөліп алып кете алмайсыздар. Өйткені қазақтың біздің салт дәстүріміздегі, әдет ғұрыптарымыздағы көп нәрселерді қарасаңыз, исламнан алынған. Енді сіздер шынында да сол қазақтың тарихын білмесеңіздер, сол сіздер қырқып салған видеоны қайтадан толықтырып осы баланы қырқынан шығару жайлы айтайық. Осыны қырқпай толық тыңдаңыздар енді. Бұл бізде жоқ емес. Баланы қырқынан шығару деген бар нәрсе. Біз оны қазақтың салт дәстүрінде жоқ деген жоқпыз. Ол бар. Бірақ Мұхтар Әуезовтің Абай жолы кітабында да келеді. Шерхан Мұртазаның да Қызыл жебе деген кітабында келеді. Және Сәкен Жүнісовтің Ақан сері романында да келеді. Көп кітаптарда бұл бізде жалпы қазақта бар нәрсе. Бірақ біздің қазақ елі оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс біздің салт дәстүрдің өзін бәрі бірдей ұстамайды. Әртүрлі жағдайда ұстайды. Мысалы үшін, осы баланы қырқынан шығару дегеннің өзі әр өңірлерде әртүрлі қалыптасқан. Біз сол үлкен қариялардан, бірақ сіздердің өкініштеріңізге орай бәрі
түбі исламға барып тіреледі. Бір үлкен қариядан естік. Бұл бірінші нұсқасы. Бірінші көзқараста сол 40-нан шығару деген бапты іздеп оқып көріңіздерші. Сіздер айтасыздар ғанау, бұл жаңағы, бұл балаға қатысты емес, бұл әйелдің жаңағы анау тазаруына байланысты деп айтып жатыр деген секілді. Дәл сол бап бар. Бұны не дейді? Баланы 40-нан шығаруды бір жерлерде ана мен баланың бірге болуы, сол 40 күнде баланың ең маңызды өмірге келгенде күні ана мен бала бірге болуы деп айтады. Және баланың жаңағы ең жаңағы дәру-дәрмен керек уақыттары сыртқа шығармай үйде ұстауы, және ананың өз-өзіне келуі, тазаруы деп айтады. Осы жерде ананың тазаруы деген исламнан алынған нәрсе. Бұл не? Әйел адам бала босанғаннан кейін ұзағы 40 күн. 40 күн нифас болады. Одан кейін уже тазарған адам болып саналады. Енді бір үлкен қариялардан осыны естік. Бірінші версиясы не дейді? Бұл балаға қатысы жоқ. Бұл әйел адамның жаңа 40 күндік нифастан тазаруын 40 деп айтады дейді. Дегенмен екінші жағын айтайық. Бұның балаға да қатысы бар жағы бар. Бірақ осының өзі бізде қазақтарда екі түрлі жасалады. Біріншісі, баланы 40-нан шығару керек дейді да, 40 күн бойы жаңағы тұз суға шомылдырып, үйде ұстап отырады. Екіншісі, 20 күн өткеннен кейін 21-ші күнінде 20 күнді жаңағы түні 20, күні 20, осы 40 деп 21-ші күні шашын қырқып, жаңа шашын алып, тұз суға шомылдырып, 40-нан шығарады баланы. Бұл жаңағы өзіміздің әртүрлі өңірлерде әртүрлі жасайды бұны. Бәрінде бірдей емес. Осыны қайдан алған? Осының өз шариғаттан алған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Бала босанғаннан кейін ақиқа жасауға өсиет еткен. Бірақ ақиқа жасаудың ең жақсы күндері қай күн? Не 7-ші күн, не 14-ші күн, не 21-ші күн. Осы 21-ші күн дегеніміз біздің осы жаңағы 20 күн, 20 түн деп алып 40-нан шығарғанды айтады. Негізі бізде бұны шілдехана деп айтады. Шілдехана деп айтады. Сол үшін ағайындар, кішкене видеоны толық қараңыздар да, одан кейін елдің ішін дүрліктірмей, әркімге жала жаппай, тыныштық сақтаған дұрыс деп ойлаймын. Біздің қазақ өзі исламмен ұштасып өмірлеріміз, бірігіп келе жатқан адамдарымыз ғой. Қараңыздар, 7 деген жаңағы қасиетті сан деп айтады бізде. 40 деген қасиетті сан. 7, 40 деп айтып жатамыз. Бұның бәрін біздің қазақ аталарымыз қайдан алған? Дәстүрді исламнан алған. Кезінде аталарымыздың заманында дінге тиісті ғой. Дінге тиіскен кезінде аталарымыз, бұлар дінге тиіскенмен әр ұлттың салт дәстүріне тиіспейді деп, сол біздің дінімізді салт дәстүрімізге кіргізіп, дәстүрлі дін дегеніміз осы ғой. Сөйтіп біздің өмірімізді дінмен ұштастырып отырған екен. Енді соңғы сөзіміз енді осы тәңкебайларға айтарымыз, біздің қазақтың дүние танымында ол бұрыннан 40-нан шығару деген бар. Бірақ барлық жерде бірдей жасалмайды. Бір жерлерде 20 күннен кейін шығарады, бір жерлерде 40 күннен кейін шығарады, бір жерлерде бұны әйелдің тазаруы, балаға қатысы жоқ, ол әйелдің жаңағы 40 күндік нифасынан тазаруы деп айтады. Сіздер одан да қазақтың тарихын дұрыстап оқысаңыздар, Алла разы болсын баршаларыңызға.